Қайырлы күн, сіздермен бірге ләззат. Бүгін баунти жасайтын боламыз. Кокос ұнтақтары мен қойытылған сүтімізді қосып толықтай бір масса болғанша араластыратын боламыз. Кокос ұнтақтары бір қалыпта шығу үшін қолымызға шамалы су майды майлап алатын боламыз. Өздеріңізге ұнаған кез келген форманы жасап шығарамыз. Дайын болған баунтимізді 30 минутқа тоңазытқышқа салып алатын боламыз. Келесі кезекте сыртқы қабатын, яғни шоколадын дайындайтын боламыз. Ол үшін майымыз бен шоколадымызды 1,5 минутта микроволновкада ерітіп алатын боламыз. Келесі кезекте мұздатылған баунтиларымызды шоколадымызға толықтай матырып алатын боламыз. Шоколадымызға толықтай матырып алғаннан кейін 15-20 минутқа қайтадан тоңазытқышқа салып алатын боламыз. Мінекей біздің өте керемет баунтиларымыз дайын болды. Дәмі де өте ерекше, магазиндікімен салыстырғанда әлде қайта дәмдірек. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған ләззат. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.